8 сағат ұйықтасаңыз да таңертең шаршап оянасыз ба? Оның бірнеше себебі болуы мүмкін. Бірінші, ол ұйқының сапасы төмен. 8 сағат ұйықтау жеткіліксіз болуы мүмкін. Егер түнде жиі оянсаңыз, немесе терең ұйқы аз болса, ағза толық қалпына келмейді. Ал екінші себеп, ұйықтар алдында телефон қолдану. Телефон мен планшеттен шығатын көгілдір жарық мелатониннің бөлінуін тежеп, ұйқының сапасын нашарлатуы мүмкін. Үшінші себеп, темір тапшылығы. Темір жетіспесе, ағзаға оттегі аз жеткізіліп, әлсіздік пен шаршау пайда болуы мүмкін. Төртінші себеп, Д дәруменің төмен деңгейі. Д дәруменің жетіспеушілігі кейбір адамдарда шаршау мен бұлшықет әлсіздігімен байланысты болуы мүмкін. Бесінші себеп, сусыздану. Түнде ағза сұйықтық жоғалтады. Таңертең су ішпеу әлсіздік пен бас ауруына себеп болуы мүмкін. Алтыншы себеп, кешкі уақытта кофеин ішу. Кофе, қою шай немесе энергетикалық сусындар ұйқының сапасын төмендетуі мүмкін, тіпті тез ұйықтап кеткеннің өзінде де. Жетінші себеп, денсаулыққа байланысты себептер. Қалқанша безі аурулары, ұйқы апноясы, анемия немесе басқа медициналық жағдайлар ұзақ уақытқа созылған шаршауға себеп болуы мүмкін. Қорытындылай келе, егер бірнеше апта бойы жеткілікті ұйықтасаңыз да шаршау кетпесе, дәрігерге қаралып, қажетті тексерулерден өткен дұрыс. Пайдалы ақпарат үшін біздің арнамызға жазылып қойыңыз. Денсаулық ең үлкен байлық.